Сәлем достар! Бүгін сіздерге үй жағдайындағы күтімі өте жеңіл, бірақ пайдасы көп хлорофитум гүлі туралы айтып беремін. Біріншісі, гүлдің ерекшелігі. Хлорофитум ұзын, жасыл жапырақты өсімдік. Ауадан формальдегид көмірқышқыл газын сіңіреді. Балалар, қарттар бар үйде ұстауға өте пайдалы. Екіншісі, қаламшы арқылы көбейту. Сабақтарынан шыққан кішкентай балапандарды суға салып, тамыр шығып, жаңа гүл алуға болады. Қаламшылау оңай әрі тез нәтиже береді. Үшіншісі, күтімі мен витаминдер. Жарықты жақсы көреді, бірақ күннің тура түсуінен қорғанғаны жөн. Суару аптасына 2 рет. Тыңайтқыш, азот, жапырақты қою жасыл етеді. Фосфор тамырды нығайтады. Калий иммунитет береді. Табиғи витамин, алоэ шырыны, қан суы, аспирин суы. Мен сіздерге кеңес берейін. Құрғақ ауада жапырағына су бүркіп тұрыңыз. Жапырағын ылғалды шүберекпен сүртіп отыру шаңды кетіреді, тыныс алуы жақсарады. Осы айтқан бойынша қорытынды. Хлорофитум тек сән үшін емес, денсаулық үшін де маңызды гүл. Сіз де үйіңізге таза ауа мен көрік сыйлағыңыз келсе, міндетті түрде өсіріп көріңіз. Мен сіздерге идея берейін. Блокты гүл жанында, суару сәтінде қаламшы алып жатқан кезде түсірсеңіз, көрерменге қызықтырақ болады.